Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қыстың қамын жазда ойла демекші, бүгін сіздермен баялды қосылған салат дайындаймыз, немесе икра деп атасақ та болады. Салат өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен 4 кг баялдының сыртын тазалап, жақсылап жуып, тұз суға салып шетке алып қоямыз. Бізге 2 кг сәбіз, 2,5 кг бұрыш, 2 кг пияз қажет, жақсылап турап аламыз, және 800 мл сұйық май қажет. Қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, туралған пиязымызды қуырамыз. Егер сіздерде үлкен қазан болатын болса, майларыңыздың бәрін құйып, қыздырып, пиязды, одан кейін сәбізді, одан кейін бұрышты салып, бәрін бірге араластырып қуырсаңыздар да болады. Мен жеке-жеке қуырып шығамын. Енді үлкендеу кастрөлге пиязымызды салып қоямыз, қуырылып дайын болған, шетке қойып қоясыздар. Қазанға қайтадан майды құйып, қыздырып, сәбізді қуырып аламыз. Сәбізге бір ас қасық тұз қосып жібердім, жақсылап қуырып шығамыз. Сәбіз ұзақ пісетін болғандықтан мен үкіштен өткізіп алдым. Дайын болған сәбізімізді жаңағы пияздың қасына қосып қойып қоямыз. Қазанға қайтадан сұйық майымызды қосып, қыздырып, енді бұрышымызды қуырып аламыз. Бұрышқа да бір ас қасық тұз қосып жібердім. Бұрышты тым ұзақ қуырудың қажеті жоқ, езіліп кетеді. Міне бәрін бірге бір ыдысқа салып, енді астына от қойып қайната бастаймыз. Осы массаға туралған баялдыны қосамыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Енді 6 кг қызанақты жақсылап жуып, сыртын тазалап, турап, ет тартқыштан өткізіп, осы массаға құйып шығамыз. Бір сағаттай, шамамен 1 сағат, 40 минуттай қайнатасыздар. Татымына қарай тұз қосасыздар. Пісуге бір 20 минут қалған кезде 250 грамм сарымсақ, бір 40 граммдай ащы бұрыш қосасыздар. Ащы бұрышты қоспасаңыздар да болады, бірақ сарымсақты міндетті түрде турап қосасыздар. Дәмін келтіретін сарымсақ бізде. Міне біздің икрамыз пісті, дайын болды. Дәмін көреміз. Егер сіздердің икраларыңыз қышқыл болып тұрған болса, жарты стакан қант қосып жіберіңіздер, қышқылдығын басады. Міне енді залаздандырылған банкімізге құйып, бетіне залаздандырылған қақпағымызды жауып, бұрап шығамыз. Байқағаныңыздай мен уксус қосқан жоқпын. Уксус қоспасаңыздар да банкілеріңіз атылмай тұра береді. Видео ұнаса, рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Жақсы рецепттермен сіздермен бөлісіп отырамын.